Қайырлы күн, құрметті достар. 2012 жылы 1 желтоқсан тұңғыш президент күні Қазақстанда алғаш рет мемлекеттік мереке ретінде бекітілді. Әлем таныған дарынды тұлға, іскер саятшы, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әлемге әйгілі етті. Ел экономикасын түзеп, болашақта көз бастаушы елдерін қатарына қосу үшін аянбай еңбек жасады. Елбасымыздың өмірбаянына тоқталсақ, Нұрсұлтан Назарбаев бәрінен бұрын жауапты, терең сезінетін, өз міндетін атқаратын адам. Сіздердің назарларыңызға біздің кітапхана қорынан тұңғыш президентіміз туралы кітаптар ұсынамыз. Нұрсұлтан Назарбаев, өмірбаян, Астана, 2013 жыл. Бұл кітапта қарапайым ауылдағы жасөспірім кезінен бастап ұлт көшбасшысына дейінгі өмір жолы баяндалады. Кітап оқырмандардың кең ауқымына арналған. Нұрсұлтан Әбішұлы 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қарасай Батыр ауданының Шаманған селосында дүниеге келген. Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында көптен күткен ұл өмірге келді. Жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мындай ұсыныс білдірді. Мен сүйікті немерем екі бірде есімді алып жүрсін, оның аты Нұрсұлтан болсын. Нұрсұлтан Қаскелеңдегі Абай орта мектебін бітірген. Жасынан зерек, алғыр азамат, мектептен кейін Қарағанды металлургия комбинатының құрылысына аттанды. Кейін бір топ қазақстандықтармен Днепродзержинск қаласына барып, металлург жұмысшы мамандығын меңгерді. Шойын құюшы, домна пешінің көмекшісі жұмыстарын атқарып, инженер дәрежесіне көтерілді. Осы жылдары қалалық, облыстық, республикалық партия ұйымдарының хатшы болды. Сол жылдары оның басшылық қасиеттері жарқырап көрінді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өмірін жұмысшы болудан бастап, Қазақстан Республикасының елбасы дейін көтерілді. 1991 жылдың 1 желтоқсанда республика жұртшылығы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еліміздің президент етіп сайлады. Әлемдік тұлға, Астана, 2013 жыл. Бұл жинақта Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік бейбітшілікке жаһандық сипаттағы қызметтері, мемлекеттің зиялы қауым өкілдері мақалалары топтастырылған. Елбасымыз арқасында біздің еліміз келісіммен тыныштыққа өмір сүріп жатыр. Біз бүгін ұлтымыздың абыройына, кесіне айналған президентіміз үшін мақтан алатын халықпыз. Бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар. Ол тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіздік барлық қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық. Жұмыла отырып, біз тәуелсіз өркендеген саяси тұрақты Қазақстанды құрудамыз. Елбасы ол өте көп оқиды және оны оқырмандық талғамы биік әрі сан салалы. Елбасының жеке кітапханасына үңілер болсақ, жер бетіндегі ілім-білімнің барлық саласынан жазылған кітаптарды кездестіруге болады. Президенттің жеке кітапханасында классикалық көркем әдебиеттің алар орны ерекше. Әсіресе елбасы сүйіп оқитын Абай мен Шәкәрімнің шығармалары. Нұрсұлтан Назарбаев бір қатар ғылыми кітаптардың әлеуметтік экономикалық даму проблемаларын, қоғамдық саяси еңбектердің авторы. Ақыл парасат кітабы, Нұрсұлтан Назарбаев, Алматы, 2015 жыл. Ақыл парасат кітабы туған елдің бақытын аңсаған толассыз ой керуені, отанды сүю, жер тағдыры, халқының сан салалы тірлік аясын жіті зерделейді. Елбасының ой аясы қашанда кең, қашанда терең болу екенін осы кітап растай бергендей. Барша оқырман қауымға арналады. Елбасы біз үшін ұлы тұлға. Елбасының бастауымен отанымыз әлемге танылды. Елімізді дамыған елдер қатарынан көрсетті. Еліміздің тәуелсіздікті осы бір дәрежеге жеткізген тұңғыш президентімізді әрқашан құрметтеп, қадірлей білейік.